Kımbar. Şengay. Amangül şeşi. Amangül şeşi. Amangül şeşi. Amangül şeşi. Kımbar. Oh, kayakka ketip kalan. Amangül şeşi. Amangül şeşi. Amangül şeşi. Amangül şeşi. Amangül şeşi. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Amalık babalam. Hata kelip edim. Және xatlar бар еді, апарып бере тұғын. Кеттім ондай болса. Апа, не хватит. Ассалаумағалейкум анажан. Қалай? Аман отырсыздар ма? Зәуре жақсы жүрме? Айдарбек қалай? Үлкейіп батыр ма? Ауылда не жаңалық? Мен өзіме келсем, біз бетте сауаш жүріп батыр. Тіс тырнағына шекем құралланған фашистлер кем-кемнен хәуж алып елімізге кіріп келмекте. Біздің взводымыз Белоруссия елін дұшпалардан тазалауға күш салып жатыр. Анажан, мен осы соғыста оң аяғымнан жарақатландым. Қазір дала госпиталындамын. Әскери госпитал командирлері мені ауылға жөнелтпекші құсайды. Құдайға шүкір, қазір жақсыман. Сәл дүзеліп алсам, мен ауылға қайтады екенмін. Айтпақшы, анажан, осы госпиталда ауылдағы ана Қыдырбай ағаның баласы бар ғой, менің достым, Сәлімбай. Солда емленіп отырған екен. Ол шеп қолынан жарақат алған. Оны да ауылға қайтарса керек. Құда қалесе, несіп етсе ауылға бірге барып та қалармыз. Сіз еш тәшвишленбең. Ең басылсы денім сау. Анажан, сізден өтініш. Менің жарақатланғанымды әзірше Зәуре білмей-ақ қойсын. Бола ма? Сізлерді ауылды қатты сағындым. Біздерден ауылға дуай-дуай сәлем айтарсыз. Ұлыңыз Әскербай. Aman sağ yerге қуыс қайса. Оным.
Hey, ağamlar yatır o. Apa, ağamlar yatır. Ağamlar yatır. Hey, ağamlar yatır.
Әзір оның контузиясы тұтып атыпты. Тыныштандыратын укол саламыз, бәрі тәуір болады. Доктор, күйеуім үйде де ұсау қал. Оянып, шоршынып, жүрегімді жаратын болды. Күйеуім бүткілдей тәуір бола ма? Тек расын айтың, доктор. Өтінемін, тек расын айтың. Дұрысын айтсам, бір нәрсе деуім қиын. Басынан қатты жарақат алған ғой. Бұл жағы енді бір Алладан. Бір өмір түзелмеуі мүмкін. Солай ма? Үмітсіз шайтан деген. Бұл жағы жақсылыққа жори берің. Бәлкім тәуір болып кетер. Сіз айта бересіз. Бұл жерде менің өмірім қауіп астында тұр. Менің жасағым келеді. Менің бақытлы жасағым келеді. Набады, көзіне фашист болып көрінсем, не болады? Бәрі қауіп қатерде жасаудан тойып кеттім. Тойып кеттім, ағажан. Ассаламалейкум. Кел. Уалейкум ассалам. Қалайсың, келін? Жақсы. Өзің келіпсен ғой. Ертең бармақшы болып тұр едім. Әскербайжанның денсаулығы қалай, жақсы ма? Отыр. Келін, балам бұл құрақым аман есен елге қуысты. Бір аяғынан айырылса да, өзінің тірі келгенлігіне шүкір. Ауа, дұрыс айтасыз ау ене. Бірақ докторлар басынан ауыр жарақат алған. Ендігі жағында жағдайы бұрынғыдай болмайды деп айтты. Енді тек қоллап қуатылап, қасы қабағына қарап, бір жағында сүйеу болуым керек екен. Енді қарағым, саған да, маған да аңсат болып тұрған жоқ. Сол баланың қас қабағына қарап, күтімін жақсылап берсек, Құда қалесе бәрі жақсы болып кетеді. Мен олай ойламаймын. Ұлыңыз өзгерген. Мінезі ғазеплі. Мені көрсе жынды көргендей болады. Бұл барыста оңсымыз жақсы болмайды. Сонда не демекшісің, келін? Ауырғанда қараспасаң, басына іс түскенде бірге ойласпасаң, еркекке ондай хаялдың не керек бар? Маған қара, мен сенің гапыңа ұлыма түсінбедім. Бәрін түсініп тұрсыз. Тек түсінбегендікке алып тұрсыз. Мен hamma нәрсені түсініп жеттім. Ұлыңызбенен ажырасамын. Олай деме, келін. Құдайдан бей үміт болма. Құда қалесе бәрі жақсы болып кетеді де. Қайда
күні ауылда қызлар көп құрдас. Каптың арасында маған әзіл шынның бір нәрселерді айтып еді ау. Енді есіме түсіп жатыр. Басқадан есіткенде ұлыма сенбесең. Онан қаса, доктордың күбіртікленіп тұржымлы бір қап айта алмай атырғанда да бір сұмдықты аңлап атырғандаймын. Сенің күйеуіңнің кеселі оға да ауыр, түзелуі мүшкіл. Окопта олар бекінісіп жатқан жеріне граната келіп түскен, тап Аскербайдың жанына. Сол жерде көп солдатлар қырылып, еледе сенің күйеуің аман алып қалдық деген еді. Бірақ оның жақсы болып кетуі, қайдан білейін, деп еді ау, я. Онан қаса, құрдасым қырды қызлар күлдің де, маған бір нәрсе айта алмай жүргені. Енді есілеймін. Басынан қатты жарақат алып, ендігі жағында ұлыма тәуір болып кетуі қиын деп еді. Оны ол қаяқтан біледі екен, оған болды. Жаңа есіме түсті. Оған күйеу айтқан. Сәуреш, сен ешкімге айтып жүрме деп еді. Болды, яқшы. Сонда менен әңгіме сыр сақлаған. Бұл қалай болды, я? Күйеуім енді ұлыма тәуір болмаса, мен қалай жасаймын? Енді не қылсам екен? Келін, бұл не отырсыз? Мен ғой ешкап. Мұна қаршадай баланы аясаңыз ғой, көздері жәутеңлеп тұр. Келін, берман қара. Мұна балаға жаның ашмаса, екеуінде ауылға алып кетемен. Балама зорлап сені ешкім қоспады. Күйеуің қалқозда гүрілдетіп трактор айдап, бұрқыратып ақша тауғанда, жер көкке сыйғызбап едің. Енді мүгедек болғанда саған салмағы түсті ме? Айдар, бар балам, далаға барып, аз-маз ойнап қайт. Бар. Апа. Ұлыңызбенен ажырасаман. Гаптамам. Енді мені бұл жолдан ешкім қайтар алмайды. Аскербай балам, сен не дейсің? Апа, біздер бір қарарға келіп болғанбыз. Асқар, балам, бермен кел. Кел, балам. Балам, өзің айт. Сен анаң менен қаласаң ба? Я біздер менен бірге кетесең бе? Айта ғой, балам. Балаға жаман тәрбие беріп жатырсыздар.
Сіздер менің балама жаман тәрбие беріп жатырсыздар. Бала менікі. Ене, бала менікі. Өзіңді бас. Сәл өзіңді жей. Бала сенікі. Жағдайыңды жөнле. Кейін алып кетсең. Ене, мен баламсыз жасай алмаймын. Бала менікі. Менікі, бала, менікі. Al bak. Şuraya. Ya bak. Apa? Neyin deydi? Azerbaycan balam. Apa? Endi aqlimiz Aydardan mektep tutkeri batır. O endi hozirgi zamonda yoshlar institutda o'qu kerak. Avulda qolib ketsa, o'sib o'nigini qiyinroq bo'ladimi deydi. Durus. O'qisin apa, o'qisin. O'qisa qatarning kim bo'lmaydi. Xudo qalasa o'quga kirib ketsa, biroq balam sağanda qara salmaydi. Nega apa? O'qiyman desa o'qisin. O'zi til alg'ish bola, aqlli bola. O'qiyman desa intasi bo'lsa o'qisin. Bizlarni o'ylamayap qo'ysin. Bizlarning ilojimiz bo'lar apa. Ay, balam, to'xtab tur. Mаған bir o'y kelib tur. Ay, mana o'sha avulдағы uydi de, жиған мал-мүліктерді сатып, қалаға көшейік. Bir жеке меншік үй алып, қасынан bir кішігірім дүкан ашсақ. Bir бөлмесін аяқ киім ұстағана құрсақ. Оған сенің ебін келеді ғой, балам ау. Апа, тап, мен де сізге соны айтайын деп жүрмедім. Сіз не десеңіз сол, апа. Мейлі, балам, қалаға көшкеніміз болсын, е? Құда қалесе. Апа, шай қайын ба? Шайың іш, балам. Шайың іші, балам. Сабағы тәйірлерсен кеш. Aydarjan balam. Apa? Жатырсаң ғой, ауырып тұрған жоқ па? Yo'q, apa. Енді институтты да біткерейін деп тұрсың. Ғызамға тәйірланбайсың ба? Ай, маған қара, ол жақта бір қыз таптың ба? Ай, балам, ай, мына менің көзімнің тірісінде үйленіп қал, балам. Апа, ондай затларды айтып қорқытпаң да? Менің ұнатқан қызым бар, апа. Не дей? Ұнатқан қызым бар. Егер той беру керек болса, тез етеміз. Рас па? Ауа.
Kulunum deydi. Al tezirek alıp gelse, al bizlerde bir halka görület, toy vereyik. Al toy beremiz apa. Aynen aynen deydi. Kuda kalesi kulunum deydi. Assalomu alaykum ağa. Va alaykum assalom. Aydarjon, balam, qalaysan? Ulkan yigit bo'lding ba? Yaxshi, rahmat. Densoqlaring yaxshimi? Qalaysiz ağa? Ay, shukr. Apam qalay, tandar yurmi? Oy, apang kuchayib ketdi-ku balam. Yoshlarda izne yertib, yo'lboshchi bo'lib yur. Qalay o'zing o'quvlaring yaxshimi? O'quvlarim yaxshi ağa. O'quvga tayyorlanib kirganim juda yaxshi foyda berdi. Qiynalmay o'qidim. Yaqinda diplom olaman. Ho. Juda yaxshi balam. Ay, sening diplom olgan to'yingga yaxshilab bir o'tkazsak, ha? Ham meni chaqiraylik. Qo'da. Bar yaqin ағайындардың hammasin chaqiramiz. Durust aytasan. Kun birletib to'y beramiz. Beramiz. Xudo qalasa beramiz balam. Ağa, Ha, balam. anamni da chaqirsak ekan. Anangda. Baribir de anam-ku. Және менің birinchi to'yim. Bilmedim balam. Kelermekin. Bilmedim. Ayjamal, bugün seni үйдегілермен таныстыруға алып барамын. Қолайсызлау емес пе? Яғы қолайсыз емес. Қоя қош, мен ұяламан. Айжамал, ұялма. Айжамал. Қалай айтсам екен? Құласа, менің үйде генерал апам бар. Және фронтта бір аяғынан айырылған әкем бар. Әзірше саған сыртынан таныстырып қояйын деп отырғаным. Оның несі бар? Екеуміз бірге қараймыз. Солай ма? Әлбетте. Желкемнен ауыр жүк түскендей болды деген нақылдың мәнісін енді түсініп атырғандаймын. Рахмет саған. Неге рахмет айтып атырсыз? Мені түсінгенің үшін. Үйдегілерді іздеп атқан шығар. Мен қайта берейін. Болады, қош. Айжамал, бүгін үйдегілермен танысуға меніменен барасан ғой, а? Міне, қалаға көшіп келулеріміз, оқуға кіргім, жанымда бауырман әкем. Ардақлы кемпір апам менен сау саламат жасауымыз,
мен үшін haqiqiy бақыттың өзі емес пе? Әсіресе Айжамал менен танысуым, бір-бірімізге кеуіл қоюларымыз. Бұл да маған берілген имканият шығар. Assalamualaikum ata. Aleykümselam balam. Келin, жәрдем берем. Berekelle berekelle. Yok. Hoppa. Ey bereket. Rahmet balam, bereket tap. Аға, бұл жағдайыңызда бір өзіңіз не қылып жүрсіз? Балаларыңыз жоқ па? Құдайға шүкір балаларым бар. Енді бар болғаным менен балаларымның өзлерінің де тәшвишлері аз емес. Енді берекет тап балам, рахмет. Кем болма. Берекелі, рахмет балам. Я бісмилlah. Мына бір жерге бір жұмысшылар мені келіп едім. Былай қарасам, қазір жалғыз екенімді сезбеймін. Туысқан жағыма келгенде, қатты жалғызсыраған кездерімде болды. Дәслепкі күндерде анама көбірек қапа болғанмын. Есейе келе соны аңлап жеттім. Әкемнің бір аяғынан айырылуына, менің анасыз қалуыма, байғұс анамның шарасыз тағдырге дүс келуіне, әммесіне нәлетей ұрыс. Сен себеп болдың. Бұл тек қана менің көрген һәм білгенлерім. Ойлап қарасам, қаншадан қанша шаңырақлар ыдырады. Шейіт кеткен жауынгерлер ізінде жетім жесірлер жылап, сықлап қалған екен. Мен негізі кішкенелігімнен алдыма бір мақсат қойғанмын. Ол да болса, ағам менен анамның бұннан былай бір шаңырақта тыныш тату жасауына дәнекер болу. Кеуілімнің бір мұшына түйген ұсындай ағыла ниетлерімді әлбетте іске асырамын.